Уақытымызды пайдалы қылып өткізейік. Менімен бірге артикуляциялық жаттығуларды қайталап көріңіздер. Піл жаттығуын жасаймыз. Ерніміз жабық, алдыға қарай созып, піл тұмсығына келтіреміз. Санап жасасаңыз болады. Қайталаңыз. Тісті тазалау жаттығуын жасаймыз. Ол үшін аузымызды ашып, тісімізді ашып, тілдің ұшымен тістің ішкі жағын тазалап шығамыз, және сыртқы жағын оңға және сол жаққа қарай. Сыртын тазалаймыз енді. Дәл осылай 5 рет, 10 рет санап тұрып жасап, қайталап көріңіздер. Сағат жаттығуын жасаймыз. Ол үшін аузымыз ашық, тіліміздің ұшын ерніміздің екі шетіне кезек-кезек алмастырамыз. Жақсы, 5 рет санап жасасаңыз да болады, 10 рет санап жасасаңыз да болады. Қайталаңыз. Тарақ жаттығуын жасаймыз. Ол үшін күлеміз, тілімізді шығарып, тісімізбен үстін басып тұрып, алдыға артқа қарай тараймыз. Бес рет, 10 рет санап көріп жасаңыздар, қайталаңыздар. Тәтті тосап жаттығуын жасаймыз. Ол үшін күлеміз, ауызды ашып, жалпақ тілмен үстіңгі және астыңғы еріндерді жалаймыз. Солға қарай жасап көріңіз. Қайталайық. Әткеншек жаттығуын жасаймыз. Ауыз ашық, мұрын мен иекке тілдің ұшын созу арқылы жасап көрейік. Және екіншісі, мұны жасап болғаннан кейін, және тістің артына және астыңғы тістің артына қою арқылы жасаймыз. Үстіңгі және астыңғы тістің артына қою арқылы жасаймыз. Жақсы, 5 рет, 10 рет санап тұрып жасап көріңіздер, қайталаңыздар. Саңырау құлақ жаттығуын жасаймыз. Күлеміз, аузымызды кең ашып, тілімізді жоғары таңдайға жабыстырып тұрамыз. Бес рет, 10 рет санап тұрып жасап көріңіздер, қайталаңыздар. Ат шауып келе жатыр жаттығуын жасаймыз. Аузымызды ашып, тілімізді таңдайға тақылдата тигізіп отырып жасаймыз. Бес рет, 10 рет санап тұрып жасап көріңіздер, қайталаңыздар.